Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздермен бауырдың тортының рецептімен бөлісемін. Және де мен бірге болыңыздар. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Мына жерде менде сиырдың бауыры, жұмыртқа және де сүт, сұйық май. Мен бүкіл описаниеге жазып кетемін керек заттарды. Және де мына жерде менде бауырымның сыртындағы пленка жаңағы алып тастаймыз, осылай шандырларды болмаса біздерге кедергі жасайды қуырған кезде. Енді ұсақтап турап блендермен өткіземіз. Сіздерде блендер болмаса мясорубкамен де өткізсеңіздер болады. Мен блендерден өткізіп алдым. Енді осының үстіне жұмыртқамызды, сүтімізді және де сұйық майымызды қосып венчикпен араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді тұзымыз бен ұнымызды салып, жақсылап тағы бір араластырамыз венчикпен. Мен содан кейін үстінен бір блендерлеп аламын, себебі ішіне бүкіл ұндарды езіп береді. Міне қыздар, осындай сұйықтықта болу керек. Блинчик сияқты сұйықтықта пісіріп аламыз. Міне осындай сковородкада пісіріп аламыз. Блинчик сияқты өте жұқа етіп, сол кезде күшті шығады. Міне қыздар, осылай бүкілін пісіріп аламыз. Тез қадаламасаңыздар, бауырымыз бірден күйіп кетуі мүмкін, себебі тез піседі. Міне мен бүкілін осылай блинчик сияқты етіп пісіріп алдым. Жұқа етіп, сол кезде күшті шығады. Енді осы бауыр тортының начинкасына келсек, менде мына жерде сәбізді арнайы күштен өткіземін. Теркадан осылай ұсақ терка болса жақсы, сол кезде күшті шығады. Енді сәбізімізді қызып тұрған майымызды бірден қуырып аламыз. Майымызды көп құйып жүрмеңіз, шамалы құйсаңыздар болды. Үстіне аздап татымына қарап тұз саламыз. Сәбізімізді қуырып болдық. Енді чеснок керек болады. Чеснокты осылай теркадан өткіземін, және де майонез керек болады. Майонез мына жерде менде провансалдікі. Енді осыны чесногымызды теркадан өткіземіз. Енді чесногымыздың үстіне майонезімізді салып, бір араластырып аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Енді осы видеодағыдай етіп, үстіне майонез саламыз. Одан кейін сәбізімізді салып, бір текстетіп қойып кете береміз. Осылай түсінбеген жерлерін жазып кетіңіздер комментарийге. Осы жерде укроп салсаңыздар да болады, күшті етіп. Мен укроп салдым. Міне қыздар, біздердің бауыр тортымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте тойымды және де өте пайдасы да мол.